Еш уақытта ешқашан күйеуіңізге оның минустарын бетіне басып айтпаңыз. Неге ол маңызды? Неге ол нәрселер қайтып келеді? Сол туралы бүгін тамаша ақпараттармен бөлісемін. Сонымен қатар өзімнің өмірде түсінген маңызды қағидалармен бөлісетін боламын, достар. Каналымнан алыстамаңыздар. Егер каналым ұнайтын болса, жазылып қойыңыздар. Лайк басып, өз сұрақтарыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде кешке барлық сұрақтарға жауап беріп отырамын. Ал мен бүгінгі тақырыпты бастаймын. Неге жолдасыңызға оның минусын айта бермеу керек? Жалпы өзімнің басынан өткен оқиғаны айтайын. Енді біз отбасы құрған жылдары, бастапқы жылдары бір-бірімізге үйренген кездері көп бетімізге басатынбыз бір-бірімізге. Ой, сондайсың, мындайсың деген сияқты. Ол кезде психологияға келген емеспін, жаспын. Кейін уже 5-6 жыл тұрғаннан кейін, даже 3-4 жылдан кейін отбасы құрғаннан кейін психология келдім. Сол кезде жаңағы балалы болып туған кезде мен баламның бойынан сол жолдасыма айтылған көптеген сөздерді, оның бойындағы тапқан минустарымды көре бастадым да. Одан кейін енді мен ақпарат іздей бастадым. Өзім рухани психологияны көп оқитындықтан көптеген сұрақтарға жауап табам. Сол кезде мен нақты түсіндім да, жалпы кез келген жағдайда ол жолдасың болсын, балаң болсын, құрбың болсын, туысқаның болсын, егер оның бойынан сен плюсты байқамасаң, сен басқа адамдардан да сол минустарды көбінесе өзіңе тарта береді екенсің. Мысалға ұрысқақ, агрессивті болса, ой, сен сондайсың, көп сөйлегішсің дей берсеңіз, сіз сондай адамдарды өзіңізге тарта бересіз. Тем более сіз қазір мысалы жүкті болсаңыз, немесе балаларыңыз өсіп келе жатса, сіз өзіңізге сол нәрсені тартасыз. Енді секрет фильміне қатысты, секрет кітабына қатысты көптеген видеолар түсіргенмін YouTube каналымда. Ол прям глубина айтылған, сол туралы қарап көрсеңіздер болады, Одан кейін мен не істедім? Мен коррекция жасадым және мен түсіндім өзім қателігімді. Сөйтіп жұмыс жасау барысында мен прям қағазға жазып алатын, жолдасым бүгін бір жақсы қасиетін көріп қалдым ба, соны жазатынмын. Ренжітіп қойса не қылса, оларды былай ысырып тастайтынмын. Одан кейін енді бұл жерде енді ренжітіп айтуға болмайды деген сөз емес, міндетті түрде бірдеңе ұнамаса сөйлесіп анықтау керек, бірақ ол басқа тақырып. Сосын мен жаза бастадым и бірнеше жылдан кейін коррекция болғанын түсіндім. Ол сізге бір күнде бола салатын нәрсе емес, ол қанмен өткен нәрсе болғандықтан арада реніш кезінде, әсіресе мына жүкті кезінде айтылған нәрселер болса, ол тем более бойға, қанға сіңеді ген арқылы, Енді мен прям осыны нақты түсінген нәрсем, сондықтан да сіздермен бүгін сол туралы бөлісіп отырмын. Әрине коррекциядан кейін көп нәрсе өзгереді, өйткені сіз уже плюстарды байқай бастайсыз. Жалпы былай адамдардың жақсы жағына көп көңіл аударсаңыз, көп өсектемесеңіз, бір адамның жаман жақтарын көп байқап, көп ренжитін болсаңыз, сіз көбінесе өзіңізге негатив тарта бересіз. Осы ең маңызды пункт. Және екінші маңызды пункт ол энергиямызды сақтау. Мен бұрынғы заманда деп енді бұрынғы кездері жаңағыдай көп энергиямды бұл болмайтын заттарға, әңгімелерге кет қалатын. Мысалға психологияға келместен бұрын, даже, например, ұнамайтын адамды анаңмен, тағы да әпкеңмен, біреумен отырып әңгіме құру, сол туралы айту, немесе құрбыңмен отырып біреуді, үшінші құрбыңды жамандау деген сияқты нәрселер болды, жасырмаймын. Мен де сүттен ақ болып туылған жоқпын. Менде де ондай жағдайлар болды, бірақ қазір коррекция барысында мен энергиямды сондай болмайтын нәрсеге кетуге болмайтынын түсіндім. Және мен энергиямды оданша дамуға, өзімнің балама көңіл аударума, одан кейін мақсаттарыма қалай жетіп жатырмын, қандай армандарым бар, мысалға, қай жерде қыдырғым келеді, қандай зат алғым келеді. Міне осындай нәрселерге көп энергиямды кетіруге, семьямның бақытты болуыма, денсаулығым мықты болуына, жалпы осындай тамаша ақпараттармен бөлісуге, YouTube каналыма жақсы видео жазуға, осындай көбінесе нәрсені энергиямды соған құртатын болдым. Өйткені мен түсінген ең маңызды нәрсе ол энергия, ол біздің денсаулық және ақша. Ал оның барлығы біздің отбасы бақытымызбен, жалпы осы өмірге келуіміз, күнделікті біздің күйбең тіршілік өміріміз, осының барлығы сонымен тікелей байланысты. Сол себептен де осы нәрсені лақтырып, біреуге өкпе ренішіңізді ойлап, өткенді ойлап, болашақты ойлап, көп жаңағыда энергияңыз кетіргенше, дәл осы күні мен болашақ арманыма қалай жете аламын және өткен күндерді ренішті вообще қалай
полностью босата аламын деген нәрсеге энергияңызды кетірген дұрыс. Тағы бір маңызды пункт ол жауапкершілік. Көп адамдарда, тіпті үлкен кісілердің өзінде қазір ешкім мойнына жауапкершілікті алғысы келмейді, иә. Біз көбінесе біреуге сеніп қаламыз, балалар ата-аналарына сеніп қалады, үлкендер жұмыс берушіге сеніп қалады деген сияқты, иә. Өмірде енді әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, сондықтан да әр уақытта сіздің жаңағы табысыңыздың келуі, табысыңызды еңбектенуіңіз, сол арқылы табыс табуыңыз, немесе осы балаларға деген жауапкершілік, оларды оқыту, тоқыту, өсіру, бұл сіздің мойныңызда. Ол мемлекет, ата-ана, тағы туысқан біреу емес, именно сіздің мойныңызда. Тіпті сіз әйел болсаңыз да, мысалға, иә, әр уақытта тек күйеуіңізге сене бермей, өзіңізді дамыту, өзіңізде бір қаржылай қорыңыз болу, иә, сонымен қатар өзіңізге бір баспана алып қою деген сияқты әртүрлі нәрселер міндетті түрде болу керек, өйткені ол жауапкершілік. Өте маңызды пункт. Сосын мен түсінген тағы бір нәрсе, кез келген әйел азда болса психологияны білген жақсы екен. Жалпы адамдармен қалай сөйлесу, өмірге деген көзқарас, жалпы даму, өсу деген нәрселерді әр әйел өзі үшін оқитын болса, оның пайдасы өте көп болады. Жалпы енді айта берсең өте көп нәрселер бар, өте көп қағидалар бар, дегенмен де енді видеоны қатты ұзақ қылмай қояйын деген үмітпен бұл видеоны мен 3-4 бөлікке бөлсем ба деген ниеттеніп отырмын. Сол себептен де бүгінге айтылған ақпарат осы. Алда уақытта тағы да тамаша видеолармен бөлісетін боламын. Сондықтан да каналымнан алыстамаңыздар, жазылып қойыңыздар, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Егер де қандай мәселелер болса, онлайн консультацияға келсеңіздер болады, міндетті түрде сізбен жұмыс жасайтын боламыз. Сонымен қатар біздің ақша потогына қатысты көптеген кітаптарымыз бар, электронды. Соны да алып оқып көрсеңіздер болады. Барлығын осы WhatsApp нөмірден біле аласыздар. Көріскенше күн жақсы.